Көп адам ойлайды, жарғанат құс, бірақ бұл қате. Ол сүтқоректі, тірі бала туады, сүтпен қоректендіреді, яғни ұшатын жалғыз сүтқоректі. Сәлем достар, бұл жануарлар шындығы каналы. Бүгін біз жарғанаттар туралы қызықты ақпараттармен бөлісеміз. Каналға тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін көріңіз. Жарғанат жай ғана қорқынышты жануар емес, ол ерекше, пайдалы және кейде қауіпті болуы мүмкін. Ғалымдар вампир жарғанаттардың сілекейін болашақта жүрек ауруымен ауыратын адамдарды емдеуге болатынын дәлелдеген. Жарғанаттар планетаның ең ежелгі тұрғындарының бірі. Бір кішкентай жарғанат сағатына 600 маса жейді. Егер сіз мұны адам салмағына жақындатсаңыз, онда бұл бөлік 20 пиццаға тең. Сонымен бірге, жарғанаттарда семіздік болмайды. Олардың метаболизмі соншалықты жылдам, олар манго, банан немесе жидектерді 20 минут ішінде толығымен сіңіре алады. Бүкіл алдыңғы аяқтарымен тербелетін құстардан айырмашылығы, жарғанаттар өздерінің жайылған саусақтарын бұлғайды. Жарқанаттардың ғарышта жүруіне мүмкіндік беретін негізгі сезім мүшесі есту. Бұл сүтқоректілер эхолокацияны да пайдаланады. Олар дыбыстарды адам қолы жетпейтін жиіліктерде қабылдайды. Содан кейін олар жаңғырыққа айналады. Жарқанаттар соқыр емес. Олардың көпшілігі тамаша көреді, ал кейбір түрлері тіпті ультра күлгін сәулелерге сезімтал. Олар түнде өмір сүреді, ал күндіз олар төңкеріліп ұйықтап жатады. Жарғанаттар ежелден зұлым және жұмбақ тіршілік иелері болып саналған. Өйткені олар адамдарды үрей тудыратын жерлерде мекендейді. Сонымен қатар олар тек түн батқанда пайда болып, таң атқанда жоғалады. Расында, вампирлер тобындағы қан ішетін жарғанаттар Европада кездеспейді. Олар тек оңтүстік және орталық Америкада тұрады. Мұндай вампир тышқандары ірі жануарлар мен құстардың қанын ішеді. Бірақ кейде олар ұйықтап жатқан адамдарға да шабуыл жасайды. Олар 2 күннен артық ораза ұстай алмайды. Бұл жарғанаттар олжасын арнайы инфрақызыл рецепторлар арқылы іздейді. Сонымен қатар олар жемтіктерінің тынысын естиді. Жарқанаттардың қанаттары жұқа терімен жабылған саусақ сүйектерінен тұрады. Жапония мен Қытайда жарғанат бақыт символы. Қытай тілінде жарғанат ол сәттілік дыбысымен бірдей. Көптеген адамдар мұндай жануарларды 10-15 жыл өмір сүреді деп есептейді. Бірақ жарқанаттардың кейбір түрлері табиғатта 30 жылға дейін өмір сүреді. Жарқанаттар дене температурасын 50 градусқа өзгерте алады. Аң аулау кезінде олардың зат алмасуы біршама баяулайды. Бұл жылығанды жануарлар мұз айдынына дейін қатып қалуы мүмкін. Ең кішкентай жарғанат шошқа мұрынды жарғанаттың салмағы 2 грамм екен. Сүтқоректілердің қанаттары 15-тен 170 сантиметрге дейін жетеді. Мысықтар сияқты жарғанаттар да өздерін тазартады. Олар жеке гигиенаны сақтауға көп уақыт жұмсайды. Жарғанаттардың кейбір түрлері тіпті бір-бірін күтеді. Жарғанаттар өз денесін кірден тазартумен қатар осылайша паразиттермен күреседі. Жарғанаттар Антарктидадан басқа барлық континенттерде өмір сүреді. Олар Арктида шеңберінен Аргентинаға дейін барлық жерде тұрады. Жарғанаттардың бастары 180 градусқа бұрылады екен, және артқы аяқтары тізелерімен қосып артқа қарай бұрылады. Америка Құрама Штаттарында орналасқан Бракен үңгірі әлемдегі ең үлкен жарғанаттар колониясының отаны болып табылады. Көптеген ересек жарғанаттар жылына бір ғана бала туады. Барлық жаңа туған нәрестелер туғаннан 6 айға дейін сүтпен қоректенеді. Дәл осы жаста олар ата-анасының өлшеміне айналады. Жарғанаттар егін жинаушы құтқарушылар. Олардың арқасында егінге қауіп төндіретін жәндіктер жойылады. Жарғанаттар осылайша
жер иелерін жылына 4 миллиард долларға дейін үнемдейді. Жарғанаттардың өз мерекесі бар, жыл сайын қыркүйек айында тойланады. Бұл шараның бастамашылары экологтар болды. Сондықтан олар адамдарға бұл сүтқоректілерді қорғау керек екенін ұмытпауға тырысты. Тіпті ең суық мезгілде жарғанаттар ешкімсіз жылынады. Олардың үлкен қанаттары бар, сондықтан олар бүкіл денесіне оңай қоршай алады. Осының нәтижесінде бұл жануарлардың қатты аязы да қатып қалуына жол бермейтін толық оқшаулар пайда болады. Жарғанаттар әрқашан өз басшысына бағынады. Жарғанаттың нәжісі гуано және көптеген тропикалық аймақтарда бұл азот пен фосфордың көп мөлшерде бар, өте танымал тыңайтқыш екен. Бүгінгі күні жарғанаттардың 1100-ге жуық түрі тіркелген. Соның арқасында олар жердің 1/4 бөлігін алады. Сүтқоректілердің бүкіл класы. Жарғанаттар жолды есте сақтайды, топпен өмір сүреді. Олар үңгірлерде, ағашта, үйлерде мекендейді. Адамдар ойлайды, жарғанат шашқа жабысады деп. Бұл миф. Жарғанаттар басымен төмен ілініп ұйықтайды. Кішкентай болса да бұл 20-30 жыл өмір сүреді. Оның жылдамдығы өте жылдам, маневр жасайды. Олар бір-бірімен сөйлеседі. Жарғанат бір түнде өте көп жәндік жейді, масадан бөлек. Табиғатқа пайдасы зор. Жәндіктерді азайтады, өсімдікті тозаңдандырады. Бірақ кейбірі ауру тасуы мүмкін. Олар бірнеше жыл бойы өз орнын ұмытпайды екен. Жарғанат жерден ұша алмайды. Алдымен ол бірінші секіру керек екен. Бүгінге мендегі ақпараттар осы. Ал сіздер жарғанаттар туралы не білесіздер? Комментарийға жаза кетіңіздер. Және каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.